үй салар кезде үйдің диагоналын шығару ең маңызды нәрсе. Осын бір адам білсе, бір адам білмейді. Сол туралы сіздерге бір кішігірім мағлұмат айтып кетейік. Үйдің диагоналын шығару үшін бізге Пифагор теоремасы керек, яғни ені мен ұзындығын квадраттан түбір астынан шығарамыз. Оның түк қиындығы жоқ. Мына жерде азаматпен тұрмыз. Осы калькуляторды аласыз. Бізде мына жағы 15-те 80 мына жағымыз. Оны квадратқа аламыз, қосамыз. Мына жағы бізде 940. 940-ты квадратқа аламыз да түбір астынан шығарсақ 18-38. Оны қалай шығарамыз? Мына жақта бізде 940-ты алып тұрық, мына жақтан диагонал біз білеміз 18-38 екен. Екі рулетканың көмегімен шығарамыз оны. Ал мына 940-қа келіп тұр, мына яғым 18-38-ге келіп тұр. 18-38-ге келіп тұр. Шеті, арматураның шеті. Мына жағымыз 940 болып тұр. Дұрыс болды. Енді мына екінші жағы да тура осыған шығу керек. Бір адам осы жерде қала береді. Мына жағымыз диагоналға кетеді ғой. Бұл жағымызда да 18-38 шығу керек осылай. Сол кезде сіздер шатаспайсыздар, үйлеріңіз бәрі ровно шығады ғой. Оны 1 минутта шығаруға болады осы нәрсе. Мына жағымыз бізде 940. Міне сырты. 38. Мына жағымыз мен 38-ге келіп. Енді бақтайсан анаяға бар. Біз мына жақта әлі өлшеген жоқ не? Бұл жерде былай өлшеген жоқ. Бұл жағымыз біздің 15-80. 15-80 шақырады. 15-80-ге келіп тұр. Осыны өздеріңізге сақтап алыңыздар.